Физикаң слабый екен, родной, мойын Все, все. Физикам қанша слабый болсын, самый минимальный болсын, сен тартуға күшім жетеді. Келесі наматта көрсеміз. Қазір тоқтаңдар, тоқта. Ашулар басамыз, как раз дайындаламыз. Сен стойканы дайындайсың, но партер дайындайды. Слабый, еркекше слабый. Сен отуға күшім жетеді, бауырым. Бір ана камераға қараймыз. Давай, 5 минут күреселік жерде. Тап қазір ма? Очкоға 5 минут күреселік. По грэплингу күресесің ма? Сен грэплинг мастер спортысың ғой, давай күрес. Жоқ, 5 минут, давай. Мен де мастер спортымын, Все, давай все, кел. все. Қарадым, камераға қараймыз. Көрдіңіз баға? Мен слабый емеспін кен. Келесі наматқа. Вот и настал момент, когда встречаются два грэплера из разных стран. И мы узнаем, чья школа грэплинга лучше. И первого я представляю спортсмена из города Бейняу, Казахстан. Базовый стиль грэплинг, возраст ему 24 года, вес 70 килограмм ровно, рост 175 сантиметров. Он представляет казахстанскую школу грэплинга. Поприветствуйте Бекзат Капажа! Его соперником представляет город Джалалабад, Кыргызстан. Он и есть олицетворение грэплинга. Он готов выскочить со всеми, с кем угодно, в любом месте, а самое главное, в любое время. Возраст 27 лет. Его официальный вес 70 килограмм, рост 175. Поприветствуйте Марсель Нурланбекулов! Рефери схватки Дабыл Абдулла. Соңғы супер жекпе-жек Бекзат Қапашев, Қазақстан Бейнеу және Марсель Нұрланбекұлы, Жалалабад, Қырғызстан. Екеуі де грэплинг шеберлері. Бекзат Қапашев халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем біріншілігінің финалисі, Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы. Ал Марсель Нұрланбекұлы ол аралас жекпе-жектен де табысын көрсетіп жүрген спортшы. Аралас жекпе-жектен 14 жекпе-жек өткізіп барлығында жеңіс жеткен. Қазақстанда ұштасқанын көрдік. Мына аяқтан іліп алды. Үйтіп аяқты беріп қойға болмайды. Марсельдің біз өте мықты спортшы екенін жақсы білеміз. Бекзат очень сильный грэплер, очень перспективный, наверное, можно, да, так сказать, парень, который уже серьезных успехов добивался. У него очень большое будущее, я уверен. Фаворитом, я думаю, все-таки он в этой схватке является, несмотря на то, что Марсель Нурланбекулу тоже парень непростой, скажем так. Так, что сейчас? Держит пока Марсель о себе практически полностью там закрепился на спине Бекзат. Что будет делать с этой позиции? Рефери внимательно наблюдает. Бекзат и задушить с этого положения может сейчас. Внимательно рефери наблюдает. И что сейчас там будет? Все, нет. Стоп! Яркая, быстрая победа на радость болельщикам, публике. Бекзат Капашев. Этот парень силен. Этот парень силен. Я мына аралас жекпе-жекте жеңілмеген Марсель Нұрланбекұлы, мына Намат рестлинг. Уважаемые дамы и господа, это Намат рестлинг, и здесь возможно абсолютно все. Уважаемые спортсмены, пройдите, пожалуйста, в центр арены для объявления результата. Итогом этой схватки досрочную победу удушающим приемом одержал Бекзат Капажа. Аплодисменты его сопернику Марсель Нурланбекулу.
Марсель, осы саған бірінші қарсылас жаңағы таңдаған кезде Атакелді болды. Одан кейін Халил болды. Міне подкастта сендер ерекес қалған кезде Бекзатпен 500 мың адам көрді. Ең көп жинаған просмотр подкасттағы сендерде болды. Комментарий өте көп болды. Міне бүгін осы Бекзат жеңіске жетіп жатыр. Жалпы не болып қалдық? Ассаламалейкум Қазақстан, ассаламалейкум Қырғыз елім. Бірінші очередте Қырғыз елімен кешірім сұрайым. Мен 2025 башталғаннан баштап жақсы настройды болбой атам, неге дирчи. Бір жағынан қолым сынып, бір жағынан үй сынос болып, спортқа настрой қоя албай атам, башынан бері айтам. Бекзат красавчик. Он чисто база грэплинг он. Я уже 6 лет не выступаю борьба, потому что я уже по кулачка, по ММА. Красавчик, он показывал хороший грэплинг. Чисто на уважение. Что там, Казахстан, вы уже доволен? Всегда вызов кидает. Вот, теперь доволен. И Мақсат аға, сізге да чоң рахмат. Ушинтип грэплинг өткөзүп бергениңизге. Что, мы покажем шоу, мы покажем зрелище. От души рахмат. Рахмет. Жана айтып жатыр ғой, реванш жалпы Бекзатпен грэплингтен емес, ММА басқа спорт түрлерінен. Мен ойлойм, Бекзат кулачкадан чыкпайт 100%. Эгер чыкса, мен ММАдан чыкпайт 100%. Эгер чыккан болсо, полный газ. Аны Бекзаттан сурайбыз. Ассаламу алейкум. Альхамдулилля. Чё там, сабмишн қалай, сихыр ма, родной? Келесі Нәбиев кеп, болевой тартып жүрсем, номет үште, боран ба? Аллаға сансыз шүкір, қандай жағдай болмасын. Марсельге құрмет, қазақ қырғыз бір туған. Комментарияда қанша түрлі дүниелер жазыла берсін. Бірақ қазақ қырғыз бір туған. Рахмет бауырым. Осылай визіп тастап, шақырған күрескеніңе. Егер сен болмасаң, осыншама арена жиналып, немесе тағысын тағы. Аллаға шүкір, командамның аты айтып тұрғандай Қазақстан топовый залы, Қазақстан топ тим, альхамдулилля. Осы залда жаттығу жасағансын, қалайша ұтыла аламын. Осындай мықты составпен ұтылуға вообще күмәнда болған жоқ, 1%. Аллаға сансыз шүкір. Біздерді әркез қолдайтын Арлан аға, Азамат аға, сіздерге алғысым шексіз. 2022-де осы ММА қойып, грэплинг залына Қазақстан топ тимге келген болатынмын. Аллаға сансыз шүкір. Және солған келгелі күресім кәдімгідей өсті. 4 жыл сборный қатарынамын. Бұл бастамасы, иншаллах, мұхит асып, EDCC, CJ барлығын чемпионы болуға, Қазақстанның грэплинг тарихын жазуға барын саламын. Аллаға шүкір, бейнеден шыққан қара домалақ бала, мінекей Алматының төрінде енді Америкаға асып, мұхиттың аржағында өнер көрсетеді, елінің туын көкбайраққа көтеріп. Аллаға сансыз шүкір. Теледидардың аржағында көгілдір. Ата-анам, бауырларым, отбасым қарап жатыр. Атым осса, сенің арқаң әке, бағым жанса, сенің дұға ана. Және де мені осы жарысқа қолдаған Василий Тақтай командасына рахметімді айтқым келеді. Мен сол жерде әр сәрсенбі күні кешкі жаттығуды беремін күрестен. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан шықпақ. Осындай ұйымдастырып, осындай мүмкіндік берген Мақсат ағаға көп-көп рахмет. Баршаңызға ассаламу алейкум. Келесі турнирде жақсы өнер көрсетуге және жақсы гонорар алуға дайынмын. Альхамдулилля. Рахмет, Бекзат. Мына жерде сенің достарың бар, ағаларың бар. Осы жерде отырған мықты ағаң бар, Азамат Османов деген. Ол өзің атынан саған сыйлық гонорар ретінде өзі шешкен, болевой тартса 2 миллион теңге Азамат Османовтан. 2 миллион теңге құтты болсын. Шықпаймын. Яғни күрес келсін, без проблем. Альхамдулилля. Красавчик. Мына жерде достарымыз келіп тұр, Қырғыз елінен сөз сұрап жатыр. Берейік.
Ассаламалейкум, Алматы. Мен келген себебі, Марсель өзім менен болады, бизнесте қолдап келем. Анан көп адамдар, шу спортсмендерді қолдау еткенбіз та. Марсельдің башынан көп қиыншылық өтіп отады, үйі снос болып отады, қол сынып отады, өткенде да қабырға сынған, жоқ айтқан емес. Анан бүгін Марсельге бір сюрприз қылайын дегем. Ошо біргелікте өзімнің атыман Марсельге БМВ. Капет. Марсель, сен ешқашан сынба, ақ илет, бірақ сынбайды дегендей. Не деп айтмақпын еме? Мен дағы вызов таштайым, бірақ спортсмендерге емес, Қырғызстандағы Марсельдің көрермандарына. Мына Марсельдің үйі снош болып кеткен. Келі біргелікте чоғылтып ұшу, Марсельге бір үй алып берелі. Өзін айтсам, тақыр болбайды аттайым бұл. Өзі намыскөй бала. Ошондықтан барлық Қырғызстандағы көрермандарына Марсельдің жаңа бизнесмен ағаларымызға вызов таштайым. Бұл машинаға чоң рахмат, братан, от души, Алла разы болсын. Егер турнирден алдын бергеніңізде турнирге шықпайтылым да. Чисто ақша іштеш үшін, азыр өзімде жақшы настрой жоқ, чисто ақша үшін шығып әрекет қылдым. Рахмат, үшінтіп қырғыз елім дайыма бір-бірімізді қолдап тұрайлы. Бірінші жолы Алла разы болсын, сізге да рахмат. Рахмет, бауырым. Марсель шапан жаппады деме, но мені шағын қадия, Рашгард жаттығуда киерсін. Сәттілік таған. Все, рахмат, от души, брат. Және айтып берейінші, және ауылда, ауданда ағайларым күтіп отыр, Маңғыстау облысының тренерлеріне Нұрбек Монлоқов, Есболат ағай, және менің алғашқы жаттықтырушым Жеңіс Қайрановқа, Шыңғыс Қайрановқа алғысым шексіз. Алға Қазақстан, алға бейнеу. Рахмет.